Мен Жұбатқанова Анель, еліміздегі іргелі оқу орны 90 жылдық тарихы бар Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжінің ЭВМ оператор мамандығының 3-ші курс студентімін. Аралым ардан толса екен, аққулар қайта қонса екен, ұл-қыздарыңның санасы теңіздей терең болса екен, аралым қайта келсе екен, қазаққа ғана енші екен, өзің гүлдерге өзімді өзіңмен ғана көрсетем. Кіндігім бірге аралмен, теңізден тыныс аламмен, ақ пел ана секілді алдымда жатыр далам кең. Сырласып жібек самалмен, желпінсе жүрек жаңанмен, теңізше жаным кең шалқып, теңізше толқып қаламмен. Туған жер. Бұл сөздерді естігенде жан дүниеңе ыстық сезім ұялайды. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген қанатты сөз бар. Шынымен де, туған жердің әрбір тау мен тасы, өзені мен көлі, ауасы мен топырағы да бәрі де адам үшін ыстық болады. Туған жеріңе деген сүйіспеншілігіңді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Әр адамға өзінің туған жері көзге жылы, көңілге ыстық көрінеді. Менің туған жерім Аралым мен үшін өте қымбат. Мен туған жерімнің тұнық ауасымен дем алып, бақытты өмір сүріп жатырмын. Тұғыры тыныштық, тірегі тұрақтылық, тілегі татулыққа негізделген қазақ елін бүгінде әлем бейбітшілік бесігі деп мойындайды. Ынтымақты ұран, татулықты той еткен бейбіт халқымыздың осынау 29 жылда әлемнің дамыған 30 елінің қатарына ұмтылған мемлекетіміздің толағай табыстары орасан. Соның ішінде 80 мыңға жуық жерлесіміз өмір сүріп жатқан айдынды шалқар аралымыздың алар орны айрықша. Мен аралыммен мақтанамын. Рахмет саған, туған жер.